Assalamu alaikum dostlar, sizden birge yarışkızıt. Bugün biz sizlerge қалай жануарларға айналу керек екенін үйрететін боламыз. Ол үшін бізге Nimaps приложениясы керек. Қазір мен оны сізге Play Market'тен жазып үйретейін. Біз Nimaps деп іздейміз. Міне сол кезде міне ол шығады, сосын оны біз скачать етіп аламыз. Енді поискке біз морф деп іздейміз. Сол кезде міне екінші тұрады, соны скачать етіп аламыз. Бұл негізі карта, бірақ міне үйскіресіздер. Достарыңызбен тығылмашақ ойнасаңыз болады. Қазір тартып аласың. Мен тартылып жатыр, достар. Тартылдым, сосын видеоны бастаймын. Міне, достар, тартылды. Енді play дегенді бассақ, Майнкрафтқа лақтырады. И енді мен Майнкрафтың асықпай қосылады, сондықтан стопқа қоя тұрайын. Міне, достар, импорт мира успешно завершен деп шығады. Сол кезде играть деп басқан кезде міне морф мод деп тұрады. И осы мирға кіреміз. Сосын обновить и играть дегенді бассақ, соны копировать етеді, ойынға кіргізіп жібереді. Енді қазір кірсің, сол кезде морфтарға айналасыз. Андай сіз картада сіздер қолыңызда бір достарыңыз қолыңызда бір орақ па сондай тұрады әйтеуір. Достарыңызбен ойнағанда достарыңыз айда бір басқа жерде шығады, қасыңызда шықпайды. Сондықтан операторды қосып, мирға кіресіп бұрын операторды қосып, достарыңыз сізге тіпетіп ойнауға болады, достар. Ол жарты морфқа айнала алмайсыздар. Көп бірақ айналу. Қазір кішкентайына айналуға болады, үлкеніне айналуға болады. Қазір көрсетеміз. Міне кірді Майнкрафтқа. Сіздерге қазір мен голем болып көрсетейін. Житель міне. Жоған кезде бұл просто телефон қатқалды, достар. Міне наварда қозғамайды. Міне аяқты өлді. Менен мынандай бір домалақ бір зат шығады. Соны сырды экраны басып тұрсаңыз, сіз големге өйсті ойнап кетесіз. Міне мен жай жүрем. Мен айтпақшы, сыймаймын мынау көлге. Үстіне өткен салам өткен. Міне дәу. Мен тек 4 блокқа сиятын сияқты, не достар? 4 блок маған бір кішкентай блок сияқты болып көрінеді. Тағы да біз сіздегі кішкентайына айналып көрсетейін. Міне адамға қайтадан айналдым. Кішкентай зомбиге айналып көрсетейін. Кішкентай зомбиді шығарған. Қазір мен командамен шақырасайын, қазір кішкентай зомбиге де айналуға болады. Осындай морф мод. Осы деревняда достарыңызбен тығылмашақ ойнауға болады, достар. Суман бейби зомби бейби деп іздейміз. Қалай? Қазір тауып қойын. Мен что-то шығар жайамай отырмын. Соқтан неға біз кішкентайын шығарып көрейік, достар. Мен шықты, достар. И бұл 0 урон алды. Мен жүгіріп келесіздерді. Білейін, өлтіріп үлгерем ба? Мен достар өлтірдім. Бұл бейби зомбида кішкентай болып тұрады дәрі. Бұның ішкенде сіздер кішкентай зомбиге айналасыз. Мені айтпақшы өзінің әртүрлі күштері болады. Мен мысалы қазір қат жүгіре аламын, достар. Және мен қазір бір жителді өлтіргенде ол зомбиге айналуы мүмкін.
Қазір көреміз. Негізі айналады, бірақ блин, кейде айналып кетеді, кейде айналмайды достар. Сондай, қазір мен өлтіріп көрейін. Мені көрдіңіз ме достар? Мені зомбиге айналып кетті дейділ. Сондай өзінің күштері бар, әрбір бір морпықтың. Короче, достар, көрдіңіздер ма? Түрлі бұл айтпақшы 0 алады, достарыңызбен тұғымаша ойнауға болады. Мынақта шалкаға айналамайсыз. Айналмайсыз. Сіздерге крипердің күшін көрсетейін. Бәріңіз білетін шығар крипердің күштерін. Қараңыз. Мынаны былай отырып тұрсаңыз, үстетті жарылып кетеді. Бұл выживанияда өзіңіз білесіз, өйткені крипер тоқтаусыздан жарыламайды достар. Бұл жақта тағы да мен сіздерге алдағы уақытта достар блок айналатынын да шығара аламын. Так, мынақта мен аксолотларға айналдырып көрсетейін сіздерге. Мысыққа да айналуға болады. Любой затқа қараңыз, айналсақ. Көрдіңіз ба? Міне отырғанын бір кішкентай сияқты. Айтпақшы, міне аксолотлам. Оны өлтірдім да. Достар, өйстіп бір затқа, бір животныйда бір адамға айналып тұрып, тағы да бір жануарға айналмаңыздар. Өйткені сіз қайттан өзіңіз адам Стивке айналамай қаласыздар. Соқтан өйстіп бір жануар болсаңыз, осыны қайттан осыны басып тұрып, сосын аксолотларға айналуымыз керек достар. Сосын барып қана өзіңіз қайттан Стивке айнала аласыздар. Бұл аксолотлар суда қатты жүреді, қараңыздар. Мені қатты жүреді, қазір тереңге түсіп алайын. Бұл айтпақшы, выживанияда достар жай жүреді, андай жерде, жоқ. Мені өзінде аксолотлар бұл айтпақшы выживанияда тұншығады, бірақ тез емес, асықпай жай кетеді көпірегі. Ұзақ уақыт бұл жерде жамайды аксолотлар, сондықтан көп рет суда ұстау керек бұл аксолотларды. Тағы да бір айтпақшы достар, бұл жақта жылқы хорсты айналамайсау, сіз бір шошқа сондай айналған кезде өзіңіз мынаны тағып аласыз достар. Қараңыз, көрсетейін. Сізге шошқан аламыз да, қараңыз. Тағы да қасына қой алу керек. Достар, қазір көрсетемін сіздерге бұл ерекшеліктерін. Қой және бізге нақтан свинка керек, шошқа. Нақта біз қойға арналған жонқырғышты аламыз. Енді нақта шошқаны қоямыз да, өлтіргенде бұл обычный шошқа болады, қараңыз. Қазір айналады. Міне көрдіңіз бе? Обычный шошқа. Инаны қайттан ішіп, мұнаны қойып, мұнын тағы өлтірсеңіздер, бұны тақысаңыздар, кесеңіздер, міне. Бұл қасыңызға досыңызда отырылады. Көрініп тұр ма жебе достар? Жақтан көрініп тұр. Сол жақта. Соң үстіне өзіңіздің досыңызды отырғызып алып, шаба аласыз, бұлай досыңызды үйтіп кете бір аласыздар. Сосын мынандай бір қойы бар ма, соны қойы өлтірсеңіздер, қазір. Үйтіп өлтіресіздер да. Бұл обычный болады, ал мынаны алып, мынаны бұлай қырқып алсаңыздар, өлтірсеңіздер, қараңыздар. Міне достар, осындай болып шығасыздар. Бұның тамақ жей аласыздар, бұлай қараңыз. Шөп. Сосын жөніңіз өшіп кетеді. Айтпақшы, қойды обязательно өлтіріп алу керек. Егер сізде тамақ болмаса, қойға айналып шөпті жесеңіздер, қарындарыңыз тояды. Достар, сондай екен бұл. Бұлай ойнасаңыздар да болады, тамақ жей берсеңіздер болады, тоқтатпастан. Бұл қой тек қарын ашқанға керек, өте пайдалы зат. Тамағыңыз болмаса, шөпті жеп қарындарыңызды тойдырып ала аласыздар. Сіздермен болған ерасты кезет сол болыңыздар.